Бисмилла, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, сіздермен тағы да жолыққаныма, экран арқылы, онлайн байланыс арқылы байланысқаныма өте қуаныштымын. Бір адамға болсын, мен ылғайда айтамын, көмегім тисе мен өте қуанышты боламын. Осы 2-3 күнде қарыз темаларында, кредит темаларында тема қозғап едім. Өте ауқымды нелер екен, жәнегі небір хаттар, небір нелер келіп жатыр. Кейбір қыздар жаңағы өлгіміз келеді, тіпті ештеңе еңсемді көтере алмаймын, сөйтем бүйтем, анау мынау деп сөйтіп жатыр. Неге? Өйткені қарыз, кредит деген просто негативті состояние. Бұл состояниедан шығу керек. Ол сіздің қарызыңыздың көптігінен немесе ақшаның көптігінен сіз осындай жағдайға түсіп тұрған жоқсыз. Сіз просто жаңағы қарыз деген сөздің, негативті сөздің состояниясына кіріп кеткенсіз де қайта айта бергеннен кейін сіз соның қалбына кіріп тұрсыз. Әйтпесе қарыз қорқынышты нәрсе емес. Қарыз бұған дейін де болған, бұдан кейін де болады. Адамдар арасында адамдар жүрген кезде ол ақша деген нәрсе инструмент. Ол бірімен бірі ауысым жасалынады. Біреу алады, біреу береді, біреу қайтарады, біреу қайтармайды дегендей. Бірақ та банктен немесе адамдардан сіз қарыз алған болсаңыз, сіздің мүмкіндігіңіз бар адам деген сөз. Қуаныңыз, сіз қайтара алатын адамсыз. Себебі банк просто ештеңесі жоқ, жұмыс істемейтін, жағдайы жоқ, және қайтара алмайтын адамға жайдан жай қарыз бермейді, кредит бермейді. Адамдар да сол, жайдан жай сізге ештеңе жоқ, қаңғып далада жүріп бөлгісі келіп жүрген біреуге бермейді. Сондықтан ол кезде сіз бір қажеттілігіңізге жараттыңыз, алдыңыз, ол күні бір қуанышты жағдай болды, қуандыңыз, бір қажеттілігіңізді аштыңыз, енді оны өтеу керек. Одан қажатын ештеңе жоқ. Просто қарыз несімен қорқынышты? Ол қарыз просто иллюзия, адамдар қорқады. Оны сізге бүгін бәрін полный, және біреулер жазыпты 25 миллион, 40 миллион қарыз бар деп. 40 миллионды бүгін сал деген жоқ қой сізге. Бөліп саласыз. Бірақ енді бүгінгі таңда, бүгінгі күніңізде сіз шүкір етіңіз. Егер сізде сондай қарыз тұрған болса, сіз оны плюсовой сондай ақша таба алатын сіздің мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Сіз жай адам емессіз. Жайдан жай адамға менен мысалы жай көшеде жүрген бомбыжыге 200 теңге сұраса, мен садақа ретінде бергім келіп тұрса да әзер беруім мүмкін. Ал 1000 теңгені қарызға берші, мен саған ертең берейін десе бермеймін мысалы. Ал нормально бір сауда сататын, және товар сататын немесе біреу келіп 1000 теңге бере тұршы десе, мен бере саламын оған. Тура сол сияқты сіздің энергетикалық тұрғыда сол ақшаны таба алатын мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Сіз просто жаңағы миыңызда домалақ қылдырып елмен бірге жаңағы ойбай деп бірақ қорқыныш қылып алдыңыз. Сіз миыңызға қорқынышты қылдырып кіргізіп қойдыңыз. Қорқынышты қылдырмаңыз. Қарыз қауіпті емес, қарызды қалай қабылдайсыз, қалай өзіңізге миыңызға кіргізесіз, сол состояние қауіпті. Сондықтан одан қорқатын ештеңе жоқ. Егер сіз қорқып жүретін болсаңыз, үркіп жүретін болсаңыз, қалай қайтарам десеңіз, сіз денсаулығыңыздан айырыласыз. Білесіз ба? Сіздің бірінші бүйрегіңіз, екінші бауырыңыз кетеді. Ішкі энергияның өзі итакта, ішкі адамның денесі, организмнің іші ыстық болады. Ал сіз онымен арпалысып қорыққан кезде ол тіптен күшейеді, сіздің асқазаныңызды күйдіреді. Содан барып асқазанның, жалпы дененің, организмді раковый клетка оянып кетеді екен. Сондықтан құрметті мырзалар, құрметті қанымдар, әпкелер, сіңлілер, бауырлар, қарыз алдыңыз ба? Оны үлкейтпеңіз, одан қорықпаңыз, қабылдаңыз, Аллаға тәуекел етіңіз, Алладан дұға сұраңыз, ниет етіңіз. Бұның ең бірінші жолы ниет ету. Сіз егер ниетіңіз қайтарам деген ниет болатын болса, Алла тағала қалай болмасын сізді сол қарызды қайтару жолдарын жеңілдетіп қояды екен. Сондықтан ең бірінші Аллаға тәуекел етіңіз, ниет етіңіз. Сіз ниет еткен кезде ниетіңізге сай сіз қайтарасыз. Ол қарызды қайтарасыз. Қарыз үлкен емес, сіз үлкенсіз. Мен айтам ылғайда, проблема адамнан үлкен емес. Адамдар проблеманы үлкен қылдырып ойлайды, көреді. Мидың какой-то бір талшығы ойлап тұрған затты ғана сізді қорқытады. Қорқу сезімі деген, қорқыныш дегенге кіріп алу, сол қауіпті. Қорқынышқа кірмеңіздер. Оны сізге бөліп берді ғой, қаншама айға, қаншама жылға.
Сіз абдырук ертең 2 айдан кейін жақсы ақша табатын шығарсыз, 3 айдан кейін жақсы ақша табатын шығарсыз. Сізде ниет болу керек. Мен мына қарыздан қалай құтылам емес. Мен қалай қайткенде жақсы, жоғары, мол табыс табам деген ниет болу керек сізде. Сіз барлық зейініңізді, фокусыңызды басқа жаққа бұруыңыз керек. Қарыз дегенге емес. Қарызды қойып қойыңыз. Оны ақырын бөліп төлейсіз. Адамнан алған болсаңыз, ескертіңіз, сөйлесіңіз, қашпаңыз. Ол түсінеді сізді. Айтыңыз, менде болмай жатыр, мен осылай жасап алайын, сосын саған қайтарам, бөліп қайтарам деңізші. Кез келген адам келіседі. Банкте сондай. Банктен де қашпаңыз. Ол тоже график жасап береді қазір. Спокойно. Күнне 1000 теңге, 2000 теңге, 3000 теңге. Таппайды емес қазір адам. Любой адам табады. Сіз қорқынышпен жүрсеңіз, вообще таппайсыз. Онда керісінше төменге түсесіз. Денсаулығыңыз құрайды. Жаңағы мен айтқан неше түрлілер болады, Алла сақтасын. Аласыз да сіз өзіңіз болмаған дүниеден қорқып отырасыз. Сондықтан бірінші Аллаға тәуекел етіңіз. Екінші, Алланың 99 есімі бар. Біз кімнен сұрасақ та, адамдардан қарыз сұрайын деп едім, адамдардан ақша сұрайын деп едім демейсіз ғой сіз. Мұраттан, Болаттан, Жарқыннан ақша сұрайын деп едім. Жарқын, сен маған ақша бере тұршы деп сұрайсың ғой. Тура сол сияқты Алланың 99 сипатты есімі бар. Сол есімдерді дұғаға қосу арқылы, сол есімдері арқылы дұға жасап сұрасаңыз, тезірек, жеңілірек орындалады екен. Ол есімдер әр-Разақ, әр-Мұғни, әл-Ғани, Мәликул-Мүлк. Осы есімдерді күніне тоқтамай айтып жүрсеңіз, болса 10 000 рет, 10 000 реттен көбірек те болса болады. Тіліңізден зікір тастамаңыз. Пайғамбарымызға зікір айтыңыз, салауат айтыңыз. Салауатты тоқтатпаңыз. Біреудің кінәсін бұндай кезде, бұндай моментте сізде негативті заттар жан-жақтан көбейіп кетеді. Сол кезде тырысыңыз, өзіңізді бақылаңыз, тоқтатыңыз. Біреудің кемшілігін көрдіңіз бе, айтпаңыз. Сізге біреу айтып жатыр ма, оны 70 түрлі ақтаумен ақтап алыңыз дейді. Мүмкін ол солай жасаған шығар, мүмкін сондай не болып қалған шығар, сол себепті солай істеген шығар деген сияқылды қалдырып ақтап алыңыз. Вообще ермеңіз, өсек айтпаңыз. Адамдардың баласын, әсіресе балаларға айтқан ғайбат деген өте жаман. Сондықтан немесе біреудің жығылып жатқан, шалынып жатқан жеріне күлмеңіз. Бұл қарызға кіруіңіздің де себебі, енді қатты айтқаным емес, какой-то бір минус моменттердің кесірінен болуы мүмкін. Сондықтан Алладан, құдіреті күшті жаратушы иемізден, Құдайдан, Алладан көп кешірім сұрау керек. Аллам, кешір мені, біліп білмес деген қателерімді деп просто айтып жүріңізші, тіліңізбен айтып жүріңіз. Содан кейін аффирмация, жаңағы тіліңізден үнемі тастамаңыз. Мен баймын, мен бақыттымын, менің қолымнан ақша үзілмейді, менің табысым күннен күнге еселеніп жатыр. Алла тағала маған ылғи жақсы адамдарды жіберген. Менің ісім, менің табысым, несібем көп, мен несібелімін, мен жолы болғышпын, менің ақшаларым мені қуып жүріп келеді. Мен не істесем де бәрі жолым болып кетеді. Менің жүрген жерім той, отыратын жерім төр. Адамдар мені үлгі тұтады. Мен сондай өте жақсы, өте табыскер адаммын. Менің табысым барлығына жетеді. Менің жағдайым өте жақсы, үйді, машинаны, қажеттілікті, кез келген бұйымды мен дайын ақшаға сатып ала берем. Мен таңдауыма сай, талғамыма сай кез келген дүниені, өзім қалаған дүниені дайын ақшаға сатып ала берем. Маған Алла тағала осындай мүмкіндік беріп қойған, Аллаға сансыз шүкір деп өзіңізді солай айта беріңіз, айта беріңіз, айта беріңіз, айта беріңіз, айта беріңіз. Нейрондарыңыз соған сенеді. Содан кейін бір күні бұл расымен сіздің өміріңізде орын алатын болады. Сондықтан сеніңіз, күмәнданбаңыз, күпіршілікті қойыңыз, Алладан көбірек кешірім сұраңыз, пайғамбарымызға салауат айтыңыз. Жаңағы мен айтқан әр-Разақ, әл-Мұғни, Мәликул-Мүлк, әл-Ғани есімдерін үнемі айтып жүріңіз. Зікірді тіліңізден тастамаңыз. Бір жамандықты көріп қалсаңыз, ақтап алуға тырысыңыз.
Сондықтан бұл қарыздар да өтеді. Бір күн өтейсіз, өміріңізде керісінше бұдан да мықты ақша табатын қарызыңыздың, қазір қанша қарыз болсаңыз да, соның плюсовойын табатын күнге жетесіз. Оған сенемін. Бақытты болыңыз, бай болыңыз. Жеті ұрпағыңызға жететін Алла тағала бақыт, байлық берсін. Күлімдеп жүріңіз, жүзіңізден күлкі кетпесін. Тірі адам барлығын істейді. Тірі адамда мүмкіндігі өте көп. Тірі адамның қолынан келмейтін дүние болмайды. Адамдар тапқан ақшаны адамдар табады. Адам жасағанды адам жасайды. Сондықтан ешқандай жақсылықтан күдер үзбеңіз. Жақсы күндеріңіз әрқашан алдыңыздан күліп ататын болады. Сіз күліп жүргенде сіздің таңыңыз да күліп ататын болады. Сондықтан ештеңеге мойымаңыз, берілмеңіз. Кредитке ғана жабысып, негативпен отырмаңыз. Позитивке ауысыңыз. Үнемі күлімдеп жүріңіз. Мүмкіндігіңізше садақа беруге тырысыңыз. Ақшамен ғана емес, барлық жағдаймен біреуге көмектесіп жіберіңіз. Жалпы кез келген жанға жақсылық ойлап жүріңізші. Сізге де жақсылық ойлайтын жандар көп болады. Сәлемен мен Айна. Пайдаларыңызға жарасын.